Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгінгі видеоның идеясын мен қазір бір хит болып атқан әннен алдым. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін. Өйткені бүгінгі біздің айтатын 2021 жылы жарық көрген Deep киносы осы ұйқысыздық жайлы. Тайландтағы бұл фильм Netflixте жап-жақсы көрсеткіштерді көрсетуде. Бірақ кинода кәдімгідей қуатын жерлер бар. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін дейтіндей жерлер бар. Бірақ фильмнің сюжеті өте қызықты. Сондықтан да бүгінгі видео өте қызық болады деген ойдамын. Сондықтан мен көп сөзбай видеоны бастайын, ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Арнаға тіркелеміз, видеоны лайк басамыз, өз пікірімізді комментарияға қалдырамыз. Кино. Джейн деген қыздың мұғаліміне пәтердің ақшасын төлей алмайтын жағдайға түстім. Сондықтан мектептен біраз уақытқа рұқсат беріңізші деп сұранып тұрғанымен басталады. Бұны естіген мұғалім, таусатын жылы саған рұқсат бере алмаймын. Ақшадан қатты қысылып жүрсең, бізге Германиядан келген біраз ғалымдар бір зерттеулерді жасап жүр екен, және ерікті экспериментке кіргендерге ақшаны жап-жақсы береді екен дейді. Джейн ести сала әрине сол жерге барады. Барса оның істейтін жұмысы. Адам миы ояу болғанда мидан кератин деген пәлекет бөлінеді екен. Ал олар ояу жүріп, желкесіне отырғызылған чипке кератин жинау керек екен. Тәжірибе 3 кезеңнен тұрады. Әрине алғашқысы оңай, ал соңғысы айырады. Айтқан ақшалары кәдімгідей жап-жақсы. Алғашқы кезең 3 күн ұйықтамау керек екен. Кәдімгідей мүлде ұйықтамау керек. Содан Джейн келісіп, желкесіне чипті отырғызады. Және оның қолына жүрек қағысын анау-мынауды көрсететін сағат береді. Джейн құжаттарға қол қояды. Қол қойып болғаннан кейін шал екен, егер 60 секундтан көп ұйықтап қойсаң, чип сені өлтіріп жіберуі мүмкін дейді. Енді өлім қаупі онша мәселе емес қой, енді оны қол қойғаннан кейін де айтуға болады. Дұрыс. Тәжірибенің екінші күні де болады, және Джейн тек өзі ғана емес, бұл тәжірибеге басқа да балақайлардың кіргенін көреді. Мына балақай Вин. Тойлау парти-марти не бар, бәрінің ортасында мынау жүреді. Түнімен тойлауды әдетке айландырған, ол мүлде ұйықтамайды десе де болады. Ал мына кісі Чин, ол инста жұлдыз, инстаграмға басымен кіріп кеткен біреу. Оны үйдегілер күшпен медицина университетіне түсірген, содан болып ода күнде стресс. Ұнамайтын сабақ, ұнамайтын мамандық. Ал мына кісі геймер Тор, капуктерге басымен кіріп кеткен. Төртеуі жалпы ұйқыны келеске қойып жүргендер. Олар 3 күнді оп-оңай өткізеді және ақшаны алады. Бәрі ақшаң болса қалтаңда, талтанда деп Тор балақай гаджеттерді қаптатса, Чин тапқанын бетіне жағады. Вин жаңа сағатты қолға алып, ал біздің Джейн сіңлісіне жаңа смартфон алып беріп, пәтердің ақшасын төлеп, кәдімгідей жап-жақсы пайдалы жұмсайды. Төртеуі бас қосып, бірінші кезеңді сәтті аяқтағанын атап өтеді. Сол кезде Чин осы эксперимент басталғалы бері мені біреу аңдып жүргендей сезініп жүрмін дейді. Басқаларында ондай жағдай болмағандықтан аса мән бермейді. Және олар келесі кезеңге де қатысайық деп групп чат ашып араласып тұратын болады. Осылай олар келесі кезеңге де келеді. Осы жолы 5 күн бойы көзілмеу керек екен. Бәрі ұзақта ұқсайды деп басын қасып қалғанда 5 күн үшін 500 000 Тайланд бақ дегенде олар тура келіседі. Бұл ақшаны теңгеге шақсақ, 6,5 миллион теңге екен. Мен де осам келсер едім. Бірақ осы жолы оңай болмады. 3 күн өтсе де олардың көзіне нәрсе елестеп, бастары сынып, кератин жырғап қосылмайды. Джейннің сіңілі, сен не істеп мынандай көп ақшаны тауып жүрсің деп одан сұрайды. Джейн ашалап айтпай, Джейн енді жақындармен де дауласып қалады. Төртеуі тағы бір кезіккенде Виннің кератин мөлшері басқалардікінен көбірек екенін көреді. Сөйтсе Вин спортпен белсенді айналысып жүр екен. Сөйтіп бәрі Тордікіне келіп, түнімен тойлап, Виннің істегені сергіткіш коктейлдерін ішіп, бәрі сергіп қалады. Кератин мөлшері де жап-жақсы қосылады. Осылай олар әрін деп екінші кезеңді аяқтайды. Ақшаға қанағаты болады осы да деп, олар қайта бұл экспериментке кірмейтін болып шешеді. Осылай күндер өтеді. Бір күні Джейннің әжесі ауырып қалады. Әжесі мен сіңілі үшеуі ғана бірге өмір сүретіндіктен, әжесінің ем-домына ақша керек болды. Сол кезде Джейннің сіңілі біраз ақша алып келеді, және ол да әлгі экспериментке кіріп жүр екен.
Джейн бұл әрекет өте қауіпті, өміріңе қауіп төнуі мүмкін, сондықтан доғар десе. Uykum gelmeydi. Джейн тірліктерін бітіріп үйге келсе, сіңілі жоқ. Джейн тура әлгі эксперимент жеріне барады. Барса сіңілі үшінші кезеңді бастап қойыпты. Бұны доғар, әйтпесе полиция шақырамын дейді. Қуасың ба? Сендер экспериментке ерікті түрде кіресіңдер және контрактіге қол қоясыңдар. Бәрі заңды ғой дейді. Сондай қарындасыңды қатыстырғың келмесе, әлгі достарыңмен бірге өзің кір. Сонда мүмкін босатармын дейді. Сөйтіп Джейн достарын жинап, осылай менің сіңілім әлі бала ғой, дейді. Содан әрине кино заңдылығы бойынша басында бәрі ырбиып, болмайды, мына болмайды деп кетіп қалады. Ал соңында дос үшін деп бәрі келеді. Осылай төртеуі әлгі мұғалімнен көмек сұрап, төртеуі бір ескі аурухананың астына жайғасады. Әрине тәжірибенің алғашқы күндері оңай өтеді. Осылай 6-шы күннен бастап олардың көзіне нәрсе елестеп, бір-бірімен дауласып тіпті төбелеседі. Джейн бір жолы мұғалімнен көмек сұрамақ болып, жоғарға шықса, ол бір нәрсеге куә болады. Барлық істің артында мұғалім тұрыпты. Ол бұрыннан оларды бақылап жүріпті. Германиядан келген ешқандай ғалым жоқ. Мұғалім өзінің күйеуін емдеу үшін кератин тауып керек болған. Осылай ол өтірік тәжірибе деп, оқушылардың өмірін қатерге тігіп, кератин өндірген. Оның күйеуі ұйқысыз жүріп, жоғарыдан құлап комаға түсіпті. Бұны білген Джейн байбалам салады. Ал мұғалім болса, олардың барлық есігін бұғаттап, байланысын үзіп тастайды. Былықайлар, өлесіңдер, немесе андақ шипті кератинге толтырасыңдар дейді. Біздікілер біраз әрекет істеп көреді, бірақ онысынан түк шықпайды. Сөйтіп жатқанда Вин балақай талып қалады. Оны көріп мұғалім шошып кетіп, бөлмесіне алып келеді. Сөйтсе Вин өтірік талып жатыпты. Атып тұрып келіп мұғалімнің басынан бір салады. Тоқта. Не болып кетті? Вин балақайдың мақсаты мұғалімді талдыру болса, неге ол бөлмеге кіріп келгенде шабанақ деп талдыра салмайды? Жоғарға дейін өтірік талған кісі құсап серейіп жатудың мәні не? Ал басқалары не тындырып жүр? Вин талдырып болғаннан кейін өтірік шығып келудің мәні не? Атасының басына тығылып отырма, мұғалім бөлмеге кіргенде басқалары қайда деп ойламай ма? Не болып кетті мынау? Содан мұғалімді біздікілер ұстап алып, полицияға ұстатады. Тәжірибені тоқтатып, өздері қалыпты өміріне келеді. Сөйтіп, деп айбай ұйқысыз жүрген теріс екен деп бәрі тамаша деп кино аяқталады. Осылай бүгінгі біздің видео да аяқталды. Видео ұнаса не істеу керек екенін білесіздер. Оның қайта айта бермейін. Ал келесі жолы мен сіздерге бір жынды кино айтып беремін.